Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін айраннан осындай жұп-жұқа ажурный болып шығатын дәмді құймақтар пісіреміз. Құрамына қосатын заттардың мөлшерімен төменде описание бөліміне қалдыратын боламын. Ең бірінші жылы айранымызды құйып, оның үстінен жарты қасық ас содасын салып 5 минутқа осы беті ашық күйінде қалдырамыз. Одан кейін оның үстінен 2 жұмыртқамызды салып араластырып аламыз. 2 ас қасық шекерімізді саламыз. Әр салған сайын араластырып отырамыз. Сұйық майымызды құямыз, тағы да араластырып аламыз. Оның үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Үстінен шым-шым тұз саламыз және де ұнымызды саламыз. Ұнды бәрін бірден салып жіберуге болмайды, електен өткізіп алу керек міндетті түрде. Осылай бөліп, венчиктің көмегінен араластырып отырып саламыз. Түйіршік қалдырмай араластырамыз. Енді құймақтарымызды пісіруге келсеміз, ең бірінші табамызды жақсылап қыздырып алып, осылай бір ожаудан салып пісіреміз. Қамырды құйғаннан кейін байқасаңыз, осылай тесік-тесік болып кебе бастайды. Толықтай кепкеннен кейін лопаткамен келесі бетін аударып, екінші бетінде осылай қызартып пісіреміз. Барлық құймақтарымызды осылай пісіріп аламыз. Табаға май, еш нәрсе құюдың қажеті жоқ. Осылай құймақтың өзін құйып пісіре береміз. Осымен біздің барлық құймақтарымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, жұп-жұқа болып піседі. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Видеоны лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет сіздерге.